Екінші сипаттағы кім? Шабун ашафи ибадатилля. Мынау балиғат жасқа толған жастан бастап өмірін Алланың жолында өмір сүріп өткен адам. Алла нәсіп етсін иншалла баршамызды соған. Қыз бала 9 жаста балиғат жаста толады, ер бала қаншада? 12 жаста толады. Мен сол Мысырда көрдім, ол жерде мешітке келетін адамдардың көпшілігі үлкен кісілер еді, қарт кісілер. Жастар келеді, бірақ 10-15%, 70-80% ақсақалдар келеді мешітте, арабтарда. Біздің қазір республика ақпарат насихат тобымен мен көріп жүрмін Қазақстан түкпір жерлерін. Қай мешітке бармайын, осындай жастарды көремін. Демек бұл жастар жақсы, құрметті бауырлар. Жастарымыз дінге бет бұрды, имандылық жолын таңдады. Біздің жастарымыз нашақорлыққа қарсы, біздің жастарымыз ішімдікке қарсы деп ақсақалдарымыз, әкелеріміз өте дән риза болып жатыр. Бірақ оның екінші жағы бар. Мен дін үйрендім, әкемнен артық білем десең қателесесің. Мен атамнан асып кеттім десең қателесесің. Ешқашан ондай болмайды. Себебі неге? Алдыңғылардың істегендерін біз істей алмаймыз. Қазір біздің істеп жатқанымызды одан кейінгілер істей алмайды. Оны Расулалла ескертті бізге. Дін толық кемелдікке жеткен уақыт менің уақытым деді. Одан кейін одан кейінгі келетін ғасыр, одан кейінгі келетін ғасыр, одан кейін дін бұзылады деді. Енді ғалымдар айтады, бұзылады деген одан кейін бұл әлсіреп кете береді дейді. Мысалға сахабалардың істегендерін табиғандар істей алмады. Табиғандардың жеткен жетістіктеріне одан кейінгі атпаған табиғандар жете алмады. Осылай біздің ата-бабаларымыздың істегендерін біз істей алмаймыз қазір. Қазір біздің әйтеуір қолымыздан келгенше істеп жатқанымызды біздің ұрпақтарымыз істей алмайды. Оны Расулалла ескертті. Барған сайын не болады бұл? Әлсірей береді. Екінші бір хадисінде айтады, мынау дін ғариб, сендерге бейтаныс халде келгеніндей, сендерден бейтаныс халінде ол кетеді дейді. Яғни осындай бір шыңға шықты Расулалла уақытында. Енді былай кетіп спускқа түсіп баратырмыз қазір. Жаңа айтқандай, мен қазір атамнан да жақсы білем, дін десең қателесесің. Ешқашан атаңнан жақсы қатты біле алмайсың сен. Өткенде бір бауырым айтады, сендер имамдар неде уағызда дәрет намазды айта бермесеңдерші дейді. Таухидты айтпайсыздар ма таухидті халыққа дейді. Мен ана әжеме таухидты жеткізбейсіңдер ма деп бір бауырымыз сөзге келді өткенде маған. Бауырым айналайын, мен таухидты айтатын едім, имамдарды айтатын еді. Егер біз осыдан бір 2-3 жыл алдын ғана жақында ғана біз мына буддист болып жүріп па, сөйтіп исламды қабылдаған болсақ, мен айтатын едім. 30% ғана мұсылмандар өмір сүреді, 70% буддисттер өмір сүріп жатса ортада айтуға болады. Құрметті халайық, біз мұсылманбыз. Таухид деген Алла бір деп айту. Құл хуаллаху ахад, Аллаху самад деп Ықылас сүресін оқып беретін едім. Туылмаған, туылмаған, теңдесі жоқ Алла ол. Сол Аллаға ғана құлшылық қылайық деп айтатын едік. Бірақ қарап отырсақ, сол бауырымыздың айтамда, сен әжеңе барып қазір таухидты айтсаң, әжең саған таухидтан сабақ береді де саған. Сенің әжең Алла екеу деп жүрген жоқ ол кісі. Ол білет Алланың жалғыз екендігін. Біз Алла біреу деп келе жатқанымызға қанша ғасыр болды? 1250 жыл болды. 12 ғасыр астам уақыттан бері қазақ халқында таухид келе жатыр. Бұл кете береді ақырет кезінде иншалла. Алла жалғыз, серігі жоқ он. Туылмаған, туылмаған деп Ықылас сүресін біз 12 ғасыр астам уақыттан бері оқып келе жатырмыз. Міне таухид дегеніміз осы. Жаңа бауырыма сұрақ қойып жатырмын да, сен жаңа айттың, имамдар дәретті, нені намазды айта бересіңдер дейсің. Судың үкімін айтып берші маған. Қандай сумен дәрет алуға болады? Ғұсыл құйынып. Қайсы суға құйылған болмайды? Нешеге бөлінеді десем, не су бөліне ме не дейді? Ойбай бөлінеді су. Су 7-ге бөлінеді. Соның ішінде қайсысымен ғұсыл алуға болады, қайсысын алуға болмайды? Білмеймін дейді. Білмесең соны үйренбейсің ба сен? Сен өзіңнің астыңды жуып жатқан судың үкімін білмей тұрсың сен. Сен неге таухидты көтеріп жатсың? Жаңа айтқанымда таухидты біледі халық. Біздің кез келген қара көзімізден ғана сұрасаң, Алла жалғыз ғой дейді. Ешкім Алла екеу деп жатқан жоқ. Өткенде мешітте бір кісі келіпті. Жаман түс көрген едім, соны бір дұға қылып қоясыз ба деді. Мен айтамын, сіздің жаман түс көргеніңіз жақсы болды деймін да. Әйтпесе мешітке келмейсіздер ме не? Міне таухид оны алып келді ғой мешітке. Жаман түс көрді, оянды да мешітке жүгіріп келіпті. Бір дұғаға Құран оқытайын деген едім деп. Міне таухид оны алып келді мешітке. Алла жалғыз деген біліп тұр ғой ол. Аллаға сыйыну керек екен. Сол үшін құрметті жастар, жаңа айтқандай өміріміз осы Алла жолында өтсін, бірақ сауатты өтсін. Біз ата-бабаларымыз секілді білім алайық. Сол кезде ғана не болады, біз көгереміз. Біз Алиасқарда жүрген кезде мен көрдім, мына Малайзия, Индонезия мемлекеттің студенттерін көрдім. Оларға араб тілі мектептен кірген екен. Біреулер айтады, балабақшада бізге кірген дейді.
араб тілін өте жетік меңгеріп алған да солар. Олардың ішінде мынау Алиасқардың докторлық диссертация қорғағаны өте көп екен. Біздің Орта Азияда мен бір-ақ жігітті білем, Дағыстандық, Алиасқардың магистратурасын бітірген. 2-ақ кісіні танимын, Ауғанстандық азаматтар, екеуі докторлық қорғаған. Болды, ешкім жоқ басқа. Егер сен соны тартыспастан білім алғанда, біздің ортамызда ғалымдар шығу керек, жастар. Біз дамуымыз керек. Біздің мектептерімізге де араб тілдері кіріп, біздің балаларымыз Құдай қаласа ғұлама қарилар шығады. Құран араб тілінде жазылған, хадис араб тілінде жазылған. Біз ол жаққа барып, нөлден бастап, олардың сарф наху грамматикасын біткенше қанша уақытымыз кетті. Солар секілді елден дайын болып барғанымызда, оның орнына біз басқа көп кітап оқып қалар едік деп ойлаймын да кейде. Анауың харам, анауың ширк, анау бидаат деп жүре берсек осылай, барымыздан айырыламыз. Еш қандай не болып жатқан жоқ, даму жоқ болмайды. Жаңағыдай білім жолын таңдап, бір-бірімізге білім алып, имамдар оқып келді ме, оны пайдаланып қал, ұстаз келді ме, оны пайдаланып қалып, іздене беретін болсақ, сен түсінесің, не нәрсең дұрыс, не нәрсең дұрыс емес екендігін. Қазақта сөз бар, надан адам батыр келеді дейді. Надан адам қатты сөйлей береді, аузына келген айта береді. Білімді адам үйтіп сөйлемейді. Ол жайында Алла Тағала Құран кәрімде дейді: "Иннама яхша мин ибадихи ал-улама." Алладан шынайы қатты қорқатындар кімдер дейді? Білім иелері дейді. Сен білім алған сайын Алладан қатты қорқатын адам боласың. Білімің жоқ па, сақалың тізеңе түсіп кетсе де ешқашан сен тақуа болмайсың. Сен надан боласың. Бір бауырым уақытында есімде, сол каникулға келген кезде айтады мен: "Дұрыс, сен ұқсап мен шетел асып оқымасам да" дейді, анау айтады. "Сақалың енді жүрміз ғой" дейді, сүннетпен. "Сен не жүрсің ол" дейді. "Сен ұқсап ұстаз көрмесем де, бірақ сақалмен сүннет пассонына жүрмін ғой брат" дейді, маған айтады бір бауырым уақытысында. Кейін мен бауырым айтамын: "Бауырым" деймін, "мен де оны қарадым. Мен сақалды жақсы көрем. Бірақ мен өзіме ойландым. Мына жақта білімді қойдым, мына жаққа сақалды қойдым. Қайсысын таңдаймын мен? Сақал қойып мен жүре берсем, елде болатын еді. Бірақ мен сақал қойып алсам, аэропорттан шыға алмай қалдым" мен ойладым. Ана шет мемлекетке барған кезде де мені осы сақалдың кедергі болатынын мен көріп тұрдым. Маған сақал керек емес, мен білім алайын деп мен осыны таңдадым деймін да мынаны. Енді қара, саған сұрақ деп сұрақ қойсам түк білмейді. Мен айтамын: "Сен баяғыдағы 5-6 сақалың бар, әлі жүрсің" деймін да. Әлі сол қалпында тұрсың сен. Сен білім алмайсың ба адам көр? Десем үндемейді. Алдыңғы ғана мынау Қапшағайдың 2 түрмесінде болдық. Сол түрменің біреуінде, сол Мысырда жүрген кезде бір 2 жігітті көрдім мен сол жерде. Біз ол Мысырда сол Хайсамен 8-ші микрорайонда тұрдық. Біздің ар жағымызда 10-ші микрорайонда балалар болды. Өздері ерекшеленіп, бөлініп қазақтардан. Солай брат ахи болып жүретін солар. Сол жерде 2 жігітті өткенде көрдім. Осы 2 күн алдым Қапшағайдың түрмесінде. "Не істеп жүрсіңдер мына жерде?" "Аға, сол енді экстремизмге қосылып кеп қалдық" дейді ана біреу. Сендерге айттым сол кезде Мысырда жүрген кезде, сендер ары қарап кетпе, бері қарап бізге жақындағандарыңда 8-ші микрорайонға. Сен қазір не? Ұстаз болып келетін елге. Енді сен 20 жыл арқалап кетіпсің деймін де, қара. Сен қайтап елге келген кезде 2 жыл медресе оқып, 4 жыл университет оқып, 6 жыл уақытың кетті. 2 жыл магистратура оқып, 2 жыл докторант оқып, 10 жыл уақытың кеткенде, сен қандай тұлға болатын ең қазір сен? Сен надан қалпыңда келдің сол жақтан, және 20 жылға надан болып кеттің ары қарай деймін да. Ертең жауап бересің Құдай Тағаланың осы уақыттардың бәрі осылай кеткеніне. Сұраламыз барлық нәрседен. Саған айттық қой уақытысында: "Бөлінмеңдер, қашпа, не бар о жақта? Өздерің бөлініп ары қарап секіріп кеттіңдер" десем үндемейді жаңа жігіттер. Қазақтың жап-жас, не тепсе темір үзетін жігіттерді мен көрдім. Сол үшін құрметті бауырлар, жаңа айтқандай тақырыпқа оралайық. Не Пайғамбар айтқан: "Өмірі Алланың бұйрықтарын орындап, қайтарған ісінен қайтқан жастық шағына өткен бала, өмір осылай өтсе не болады" деді? Не болады? Аршының көлеңкісінде болады. Бір бауырларым сияқты Алланың көлеңкісінде отып айтып жүрмейік тағы да. Алланың көлеңкісінде болмайды ешкім. Алланың көлеңкісі жоқ ондай. Мына Бақташтың көлеңкісі тұр ғой мынандай. Алланың бұндай көлеңкісі жоқ. Ненің көлеңкісінде боламыз? Аршының көлеңкісінде боламыз.